Сұлтан Айзаны баласымен тастап кетті. Ешкім күтпеген жағдай орын алды. Бір болайық және қосылайық тележобасының танымал бұрынғы қатысушысы Айза өзінің әлеуметтік желідегі ресми парақшасында күтпеген мәлімдеме жасады. Мұндайды ешкім, тіпті Альмира ханым мен Шах мырза да күтпеді. Айза күйеуі Сұлтанның тастап кеткені жайлы желі қолданушылар мен оқырмандарға жайып салды. Айза, Сұлтан Айза отбасы енді жоқ. Өз бақытын тапқан сияқты. Бастысы өзімді қолға алу. Бақытты болсын, деп жылап жіберді Айза қызымыз. Айза сонымен қатар Сұлтанның екінші рет үйленуі жайлы ащы шындықты айтты. Отбасына жақында жаңа келін түседі. Отбасын шын жүректен құттықтаймын, деді Айза. Сондай-ақ Айза сәбиі жайлы күтпеген мәлімдеме жасады. Ал менің бөпем санаулы күн қалды дүниеге келуіне. Аман есен болсын бәрі. Ашу да, реніш те жоқ. Өмір жалғасады, деп Инстаграм парақшасында айтып тастады. Желі қолданушылары жарыса жазды. Айза оқырмандардың кейбір өзекті сұрақтарына жауап берді. Айза ханым, бөпеңіз кімнің тегін алады? Деді жанкүйер оқырмандар. Айза ханым, өзімнің тегімді берем. Сұлтан отказался от ребенка, деп жауап берді. Айза тоқтаусыз жазған желі қолданушыларға жазба жариялады. Маған пікір, сұрақ неге? Қашан қалай? Деп жазбаңдар. Осымен басқа ештеңе айтпаймын ол туралы. Жараны тырналай берудің қажеті жоқ. Мені аяудың да еш керегі жоқ. Алла қолдайды. Түсінесіңдер деп ойлаймын, деп жазды Қосылайық пен бір болайықтың атышулы экс-қатысушысы Айза ханым. Еске салайық, Сұлтан мен Айза Қосылайықтың өткен маусымында отбасы құрған болатын. Тіпті жақында жаңа Қосылайықтың жаңа маусымында болашақ сәбиінің жынысын анықтау үшін Қосылайық эфирінде дүркіретіп дүбірлі гендер пати жасады. Сұлтан мен Айза қайта қосыла ма? Ол жағы әзірге белгісіз.